Ақ боз үйдің 20 бөлімі. Қымбатты менің тыңдармандарым, мен сіздерді жалықтырып жіберген жоқпын ба? Әңгіме ұнап жатыр ма? Лайк басып білдіре отырыңыздар. Негізі бүгін Хансұлудың сол соғыс кезіндегі басынан өткен оқиғасын оқитын боламын. Жаңғыз Хансұлу ғана емес, сол кезде бүкіл қазақ әйелдерінің, біздің әже апаларымыздың басынан өткен оқиға ғой бұл. Егер ұнап жатса, лайк басып қойыңыздар, менің қымбатты тыңдармандарым. Ждақайдан жақсылық, жәрдем күтіп емексуге оның қақы жоқ еді. Бұл иттірлік неге үйретпеді Хансұлуды? Адам жайлы осылай жаман ойлауға үйретті. Бұндай қасиет болмысында жоқтын. Ата-ана тәрбиесінен болса керек. Бұрын кісі туралы тек жақсы ойлап, кісіден тек жақсылық қана күтетін. Білместік екен. Сол қасиетіне алдымен өзі сүрінді ғой. Өзі опық жеді ғой. Өз қабырғасын өзі шайнады ғой. Сондай да ақ сүт берген сырғадай анасына, Пахраддиндей әкесіне сауал қояды ашынып. Неге бүйттіңіздер? Адам дегеннің екі аяқты жыртқыш екенін неге айтпадыңдар? Әлде сіздер бұл адам дегеннің құбылмалы сатқындық табиғатын, тек өз қарақан басын ғана ойлар өзімшіл қасиетін білмедіңдер ме? Білсеңдер, оны неге Хансұлудан жасырдыңдар, дейді ышқынған ойы. Өстіп қиналған сәттерде, кешегі 32-нің ақсүйек аштығында, Қарақалпақ жерінде сүйектері көмусіз қалған байғұс ата-апасының аруағын күңірентеді. Осындай жаман ойлар удай тарайтын болды бойына. Сол ойлар енді ждақайдан жақсылық күтпе, деп құлағына күнде сыбырлайды. Ждақай айтқанмен еркек қой, шынын айтқанда Хансұлудан не жамандық көрді? Шегеге адал жар болғаны үшін кінәлі ме Хансұлу? Осыны неге ждақай ойламайды? Егер ойласа, қарап жүрген Хансұлуға неге дұшпандық жасауға тиіс, деп өз-өзіне басу айтқан болады. Ждақай содан кейін бұларға ат ізін салмады. Күзде малшы қауым шобырып қыстауға көшті. Алыс түстік сам құмына тартты. Айшылық алыс жолда ең болмаса бір рет келіп жағдай сұрамады ждақай. Мейлі, сұрамаса сұрамай-ақ қойсын. Енесі екеуі өз күндерін өзі көрді. Құм арасына жеткесін әркім өзінің жылы қыстауына орналасып арқалары кеңіді. Айшылық жол азабын ұмытқандай болды. Жер от, сексеуіл қалың, мал өз аяғымен жайылады. Қауіп ететіні тек құмның қасқыры. Түйеден күн ұзын түспей қойын шашыратпай жүріп бағады Хансұлу, сақтық жасап. Сөйтіп жүргеннің өзінде қыс орталай екі қойын қасқырға алдырды. Қасқыр жеген екі қойдың басын домалантып, қапшыққа салып, қара түйенің беліне отырып, ждақай басқарма жатқан Пөнкүтке тартты. Шығын болған екі қойды шығарту ойы. Пөнкүт дегені ықтасын ойға орналасқан Серікбайдың қыстауы. Сексеуілмен қоршаған мал қора. Мал қораның жанында томпиып бір киіз үй тұр. Шаңырағынан будақтаған түтін. Бұл Серікбайдың үйіне ұқсайды. Екінші үй қорадан алыстау тұр. Бұл да қоңырқай. Бұл үйдің бір ерекшелігі шекесінде қызыл жалау. Маңдайында ұран жазылған күнжіген қызыл мата. Матаға жазылған орыс әріптерін Хансұлу оқи алмады. Арабша болса оқыр еді. Ескінің жазуы деп оны да құртты. Жаңаның жазуы деп кешегі аштықтан сәл бұрын латынға көшті. Жұрт жамырап оны үйренді. Енді бүгін ол да ескіріп қалды ма, кім білсін, орыс әрпіне көшіпті ғой. Құрсын, күнде өзгеріп жатқан заман. Қызыл жалаулы киіз үйдің сыртына түйесін жүгірді. Күшік үрді шәуілдеп, Серікбайдың үйі тұстан жүгіріп шығып. Үйдің есігін ашып, шөпірлеп жас балалар қарады тысқа. Қызыл жалаулы үйдің де есігі ашылды. Бөкебайдың иек астынан тартып алған көпілі домалақ бір келіншек бой көрсетті. Көзін қолымен көлегейлеп шоқшиып кеп қарады. Сақып Жамал, Серікбайдың қатыны. Анау таныды ма, танымады ма, белгісіз күйбеңдеп тұрып үйге қайта кіріп кетті.
О, Құдай, тас төбеңнен ұрсын Сақыпжамал. Қонақтың алдынан шығудың орнына он есі кеп зып бергені. Қасқыр жеген қойлардың басын үй сыртына дүрс еткізіп тастай салып, бұл есік ашты. Сәлем бердік деп, үйдің ыстық лебі бетіне ұрды. Ойбай, Хансұлу ма едің, оранып алған, бұғым десем. Сақыпжамал кінәсін жуып шайғандай бәйпектеп келіп, Хансұлуды келіп құшақтап жатыр. Амансыздар ма? Мал жандарың түгел ме? Шүкір, деп Хансұлу ішке көз жіберіп, сырт киімін шеше берді. Ждақай төрде үлкен тоңға оранып жатыр екен, жаңа босанған әйелдей. Енді күбірлеп басын көтерді, тіктеліп отырды. Сықырлаған сары аяз қысып бара жатқандай, басында құлағы түсірілген тымақ, тонның етегін қымтап алған, жабайы адамдай бет аузы қыл-қыбыр, көзі суланып іскен, қабағы қарс жабық, көзі кілбейіп, ортада жер ошақта маздап жанған сексеуілдің отына тесіліп қарап отыр. Келген қонақты анық жақтырмаған тоң тұрыс қалып танытып отыр. Жақтырмаса жақтырмай-ақ қой, деді іштей Хансұлу. Құрдасыңыз тым ауратып қалып, 2-3 күн болды, деп Сақыпжамал есік пен төрдің арасында сөйленіп жүйткіп жүр. Көп сөйлемейтін бір тоға момын жан еді, өзіне тіл бітіп, жүрісі де ширап кетіпті ғой. Хансұлу өзі бұрыннан білетін Сақыпжамалдың жүріс тұрысындағы бір жасандылықты байқады. Сақыпжамал дамыл қақпай сөйлеп, әйтеуір Сәкең екеуміз қолымыздан келген ем-домымызды жасап жатырмыз, бүгін жаман емес, бет бері қарады, деп ызыңдап домаланып барып Ждақайдың жастығын алып берді. Тонының шалғайын қымтаңқырады. Бәсе, алағыстай Ждақай неғып әйелсіз жатыр деп еді-ау? Бәсе, Ждақайдың тірлігі басқаша болуы мүмкін емес қой. Байғұс Серікбай таңертеңнен кешке дейін қойда жүрсе, мына екі бетпақ ойда жүрген сияқты ғой. Отыр, деп күңк етті Ждақай, ортада маздап жанған сексеуілдің отынан көз алмай тұқшиып түнеріп отырған қалпы. Ол айтпаса да Хансұлу Сақыпжамал салған көрпешеге отыра берген. Беті, қолы мұздап қалыпты. Мына сексеуілдің қуатты жалынын бетке ұрғанда сезді. Сақыпжамал қара шайнекке су құйып, отта тұрған 3 пұт мосыға іле беріп, ауыл үйдің жаңалығын сұрап жатыр. Не жаңалық болсын, Хансұлуда құмға тығылып қой бағып отырған. Ждақай бастықтың тесірейген зәрлі сұғы біраздан кейін отқа емес күйбең қағып жүрген Сақыпжамалға қадаулы еді. Аузы сөзді, қолы істе Сақыпжамал бұрыла беріп, сол тесірейген көзге назары сүрініп, аузындағы сөзінен жаңылып қалды. Ой-бөй, ана балдардың қарын ашып қалды-ау, қап кетейін, деп сөзі божырап, сасқалақтап, сөйленіп есіктен шыға жөнелді. Ортада лаулаған от. Сол отқа кірпік қақпай, көзін қадап Ждақай отыр. Бауырына жастықты алып, екі бүктетіліп отыр. Хансұлудың алдында қаңбақтай қалт-құлт етіп кететін бұрынғы Ждақайға ұқсамайды. Мынадай міз бақпас Ждақайды бұл тұңғыш рет көріп отыр. Жә, құлағым сізде, деді Ждақай, Хансұлуға бет бұрмай. Үні қаңылтырдай қатқыл. Қырын отырған Хансұлу Ждақайдың отты сүзіп бүкшиіп отырған қалпына көз қиығын салды. Мына отырған жан баяғы бала күннен бірге өскен Ждақай емес, шамалыға жібімес, іші мұз кесек тоң дерсің. Екі қойдың басын әкеліп отырмын, қасқыр жеген, деді Хансұлу ашу буынап, бойына діріл шауып. Ждақай былқ етпеді, қырыс қабақ тоң торыс. Ең болмаса кірпік те қаққан жоқ. Жылан көзі суланып, тесірейіп, отқа қараумен отыр өңкиіп, Хансұлудың ақпарын ойша қортқандай. Ол бастардың керегі не маған, деді бір кезде. Хансұлу енді бастықтың бетіне ажырайып көз тікті. Хансұлу енді бастықтың бетіне ажырайып көз тікті. Неге саған керегі жоқ? Өлген өкіметтің малы емес пе? Өлтірмеу керек, жолдас Хансұлу. Қасқыр тартты деп отырмын ғой. Тартқызбау керек қасқырға. Мал бағып жүрміз бе, ай бағып жүрміз бе? Маңдайын тасқа ұрғандай болды Хансұлу. Аузына сөз түспей далырды. Осы сәт не десе де қара тасқа айтқанмен бірдей екенін ұқты. Тұрып кетуге де болар еді. Келген шаруасы осымен біткен еді. Бірақ қозғала алмады.
ойы алақұйын сапырылысып үнсіз отырып қалды. Бұл екі қой үшін сен әлі жауап бересің заң алдында. Екі қой үшін емес, бір түйір масақ үшін сотталып жатыр жұрт. Солай жолдас Хансұлу. Мемлекет мүлкімен ойнауға болмайды. Ждақайдың дауысы осы тұста көтеріліп ширығып алды. Мемлекет сендей зиянкестерді алшаңдатып қоймайды. Пәшеспен қалай айқасса, ішіміздегі сендейлермен дәл солай айқасады. Оттак, товарыш, шалтай-балтай, кончай. Соңғы орысшасын Ждақай ышқынып жекіп айтты. Хансұлу қалай ытқып тұрғанын, сыртқа қалай шығып кеткенін білмейді. Түйесінің бұйдасын қазықтан қолы дірілдеп, асығы сүсігіс шешіп, ырғып арқасына мінгенін біледі. Қамшысы шолтаң еткенде түйе пақыр ыршып-ақ түрегелді. Содан ізінен жау құйғандай қара түйені сар желдіріп, құйын жүйткісін қыстауына қарай. Хансұлудың дүниені өрт шалғандай жалпылдап келе жатқанын қой шетінде жүрген байғұс енесі алыстан байқап қыр басында қалқиып күтумен болды. Хансұлудың түрін көріп шошып кетті. Не болды? Деді. Хансұлу болған жайды хабарлады. Көпті көрген ақ басты ана беті шалбарланып, қабағына кейістік жиып, жанары боталап, алысқа алағанат қарлы көк жиекке көз жіберіп, түйіліп сәл ойлана қалды да. Жаманатқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас деп әдірем қалғыр. Күрең жұрт өзінен безер болып еді кешегі жылдар. Енді мына жаман боқмұрыннан көрдік пе көресіні деп түтігіп түсі қарауытып кетті. Лағнет атқан сол бір түн, сол бір оқиға түсіне жиі кіреді. Кірген сайын шошып оянады. Жер қозғалса қозғалмайтын Хансұлу, әй сол түні жүгірдау. Қорқуды, үркуді білмейтін Хансұлу, әй сол түні бебеу қақтау. Мына сұм заман кімді домалатпады қаңбақша. Қорғасымын деп жүргендердің көбін қаңбақша қақпақыл еттемес пе? Соның бірі Хансұлу. Пахраддин бидің алақанға салып, әлпештеп өсірген жалғызы. Күндердің күнінде бүйтіп өкіметке күң болып, қой бағып, құла дүзде жүрер мынау, жаман Ждақайға жалтақтар мынау деген ой оллахи он ұйықтаса түсіне кірмеп еді. Заман, бірде бетін берер, бірде артын берер деуші еді әкесі. Сол айтқаны келді, қой бағып Ждақайға күң болып өтіп жатқан. Бұл тірлігіне де көндігіп қалып еді. Құдай Хансұлуға енді бұны да көп көрген сияқты. Көлденең көк төбет сарып-сарып өтетін жол бойындағы бір түп ши болмадың-ау деп бұған сыртын берген сияқты сұм тағдыр. Асау еді Хансұлу. Сол асаудың тәкаппар мойнына құрық лақтырылып, өкшелеп соңына түсті сұм заман. Алдын орап жолына тұзақ құрды. Қолға түсті. Барар жері біреу-ақ, түрме. Көрдей салқын түрме дегеннің ызғар лебін сезгендей Хансұлу. Шегені қылқ еткізіп жұтып қойған сол жалмауыз енді бұған аранын ашып ұмтылып жүр. Хансұлу қашумен жүр. Ол жалмауыздың тісіне өл-тіріл ілікпеуге тырысып жүр. Хансұлудың түрмеге түскені шеге екеуінің шаңырағының бұл фаниде қалпына келместей болып құлағаны емей немене. Құрсын, Құдай сақтасын, ондайдың бетін әрі қылсын. Сол түні Хансұлу түрменің тап аузынан қайтты десе болар. Көкек аяқталып, мамырдың жалтыр жаймашуақ күндері басталған. Құмның көгі көтеріліп, майда мал көкке тойып, ерте туған қозылар шынаңдап аяқталып қалған кез. Шопан қауымы ала қыстай көріспеген елге қарай әне-міне көшеміз деп отырған. Түн жылы отар сыртта, ашық аспан астында жатқан. Енесі екеуі үйде көзі ілініп кеткен дейді. Шыңылдаған у-шудан оянды бір кезде. Сырттан енесінің «Хансұлу! Хансұлу!» деген айқайы шығады. Дүние астан кестең, ышқынған дауыл, ағаш үй сықырлап шайқалады. Үйді сатырлатып сабалап ұрған жаңбыр, шулап маңыраған қой, үрген ит,
аспанның бір қанатын күңіренте сындырып, сөйткенше күн күркіреді. Жалт ойнады. Есі шығып кетті Хансұлудың. Етігін апыл-ғұпыл киіп, иығына қаудырлақ плашын іле сап, сыртқа ұмтылды. Қап-қара түн аранына күмп етіп түсіп кетті. Жаңбырлы қара дауыл бұны қаңбақ құрлы көрмей дірдектетіп әкетіп барады. Аспан асты жер беті толған шу, ықтап босып бара жатқан қой қозының шуы. Ене деп ышқынды Хансұлу ықтап жүгіре түсіп. Аласапыран түн ішінен енесі байғұс «Әйт, шәйт» деп шырылдайды. Енесі шұбырып ыққан отардың алғы шебінде тәрізді. Хансұлу да жүгірді. «Ай, хай, айт, шәйт» деп солай қарай. Әупілдеп үріп, иттері қоса жарысып келеді. Жел батыстан. Бұлар келе жатқан шығыс тұс тегістеу бетке еді. Отар солай қарай ыққан екен. Дүние кенет әппақ болып кетті де, тас төбеден аспан шатынап, шатырлап сынды. Бісмілә, бісмілә. Жер беті қара құрттай қыбырлаған қой қозы екен. Шашырап, тоз-тозы шығып, босып бара жатқан мал. У-шудан құлақ тынады. Сол андыздап ықтаған нөпір малдың алғы тұсынан жаулығы ағараңдап сертеңдеген енесі көрінді. Шаңғыта төгіп нөсерлеген қалың жаңбыр пердесінің арғы тұсынан әрең шалынады. Шаңғыта төгіп нөсерлеген қалың жаңбыр пердесінің арғы тұсынан әрең шалынады. Қас қағымда жарқ еткен сол көріністі әле үңірейген түн жұтты. Көзі түк көрмей, қараңғы қармап, әлгі көрінген шамамен далақтап келеді. Қалайда отардың алдын орап, екеулеп қайырмақ. Жүгіргенде жаны көзіне көрінді. Сотталдың, біттің, түрме. Осы ойдан онан сайын ышқынады. Біттің, сотталдың, түрме. Алқынып алдына шықты отардың. Тағы да жалт ойнап, аспандан қырлады. Бісмілә, бісмілә. Алдына шыққанмен ендеп қара құрым қойды тоқтату мүмкін болмады. «Айт, шәйт» деп құр айғайға басып, малдың алдына түсіп жүгіре берді. Бір ықтасын кезігіп, соны паналап отардың өзі байыздамаса, бұлардың айқайынан ештеңе өнбеді. Дүние астан кестең, төңірек азан-қазан шуға толып, аласапыран жөңкиді. Сол бағыт, сол ағыммен Хансұлу да ығып келеді. Топан су қаптағандай, дүлей ағыс әкеткен жалғыз жаңқадай қан көбелек ойнап кетіп барады. Аспан қақ айырылып жерге түскендей, жер бетінде бір ұлы сүргін жосқын басталғандай. Оны қайда, солы қайда беймағұлым. Қиямет қайымның ғарасат майданы басталса керек. Қозысы мен мыңға жуық отар мынау ұлы дүмпумен быт-жыт шашырап, әлемнің әр бұрышына сіңіп ғайып болғандай. Енді енесі екеуі мың жерден жыртылып айырылса да, ол малдың басы бірікпейтіндей. Мыңға жуық қой қозы, бытыраған жапан түздің қойын қонышы қан жосын өлікке толғандай. Қасқыр құзғынға жем болғандай. Осы апатқа кім кінәлі? Әрине, Хансұлу кінәлі. Осы қылмыс үшін жауап береді. Сот алдында жауап береді. Қайта-қайта құлады, аяқ астын көрінмей, қайта-қайта түрегелді, қолымен жер тіреп, үсті басы малмандай су. Қолы балшық, етігі де су, шылқ-шылқ етеді. Енді бірде байқаса, қой қозының шуы алыстап озған, бұл салпақтап артта қалған. Өкпесі өшіп діңкелеген, жүрегі күйіп барады, кеудесіне сыймай, жылап келеді боз боран. Солықтап қос өкпесін қолына алып жас төгеді. Бұны өмір бойы өкшелеген сұм тағдыр ақыры енді дегеніне жеткендей. Қылша мойыннан қысқандай, аузы мен ауа қармайды. Жеңілді Хансұлу, шама шарқ қалмады күресуге. Енді құласа, жер құшып жата беруге дайын. Басқа не қалды? Қармағаннан не пайда? Табан тірейтін не қалды? Құрдымға осы кеткені кеткен шығар. Қатты жүгіргеннен жүрегі күйді. Қар сайырлардай бұлқынып кеудесіне сыймай шарқ ұрады. Екі өкпесін қолына алып, ырсылдайды ентігіп. Тізесінде әл жоқ, буыны ұстамай ақыры сылқ етіп отыра кетті.
Сырылдап құйған жылы жаңбыр жағасынан құйылып, екі емшегінің арасынан жыландай сумаңдап өтті. Жүрек қысылғанда оған қарауға шама жоқ. Ентіге берді көзден аққан жасы бетін жуып. Әлден уақытта құлағы бір дыбыс шалды. Кісі сөйлегендей, сытырлап жауған жаңбыр ысылдаған жел арасынан енесінің күбірлеген үні шыққандай балпылдап сөйленіп келеді. Құлақ тікті бұл. Қу құдай, қасқа құдай, қақпас құдай деп келеді енесі зарланып. Ене, деді Хансұлу қап-қараңғы түнге қарап. Әлгі үн саптиылды. Хансұлу, деді әлдесін. Мындамы мен? Сол-ақ екен, енесі кетті аңырап. Ойбой, тірімісің жарығым, сорладық қой, ойбай. Қайып елімізден таптық, ойбой. Онсыз да маңдайымыздың соры аз ба еді. Ай, деп аңырап келеді кәрі ана. Хансұлу да орнынан сыңси түрегелді. Ене, деп жаңбырлы түннің астында құшақтасып жылаған қос бейбақ дауыстап біраз шерді тарқатты. Содан бір-біріне сүйеніп қозғалды. Жүгіруге дәрмен жоқ. Я Барақ ата, я Бекет ата, я Шопан ата, желеп жебей көр, деп сарнап келеді кемпір. Көп ұзамай жел тынып, жаңбыр саябырлап, дүние жарықтық жынынан айырылған бақсыдай жуасып, жайбарақат қалыпқа да түсті. Түн қараңғысы сұйылып, алыс жақын айнала бедерленді. Шығыс жақ көк жиек сілемі айқындалды, бірақ отар көрінбеді. Жер жұтқандай тым-тырыс. Теріскей тұс, үстірттің жылмағай жазық даласы. Түстік жақ ұзыннан шұбап жатқан сам құмы, бұталы, сексеуілді, адырлар, ойқы-шойқы төбелер. Көлденең жатқан құйқалы, бұталы белге көтеріле берді бұлар, әруақтарды шақырып. Жотаның төбесіне шыққанда жерге алакөбең жарықта түсіп қалған еді. Қырдың арғы құлар асты көлденең сай екен, сексеуілі сыңсыған. Қарауытып түлейді, паналап тығыз жатқан қалың отар көзге оттай бас. Ене деген жан дауысы шықты Хансұлудың. Жер қозғалса қозғалмайтын салмақты еді, бірақ сол сәт қуаныштан елпілдеп ұшып кете жаздады. Тұра жүгірді. Жайбасқан болса, «Я Алла, жасаған ем, жасаған!» деп кемсеңдеп таутаңдап келеді. Хансұлу жүгіріп құлады сайға. Күйіс қайырып тығыз жатқан қой қозы. Жүгіріп келе жатқан Хансұлуға самарқау қарап қояды, төк болмағандай. Түбі күрдек сексеуілге бөксе тығып жылы жатқан аққаншықпен құт жол мұны танып керіле түрегелді. Құйрық бұлғап қояды, қуаныштарын жасыра алмай. Енесі екеуі күн шашырап шыққанша сайдың ішін қолдап жүгіріп жүріп, және 3 бөлік қойды тапты. Содан кейін барып санап еді, малдары түгел болып шықты. Өз көздеріне өздері сенбеді, қайта санады. Тағы сол отар түп-түгел, о жасаған ие. Сол арада енесі құбылаға қарап тұрып, Құдай жолына бір ақсар басатады. Күн шапағы жаңбыр шайған мөлдір ауаны қыздырып, ылғал жер бусана бастаған шамада қалың отарды ысырып айдап бұлар үйге қайтты. Содан 2-3 күннен кейін құмды қыстаған малшы қауым шұбырып, үстіртті кесіп өтіп, ырғап-жырғап, сонау алыс айшылық жолы бар жаз жайлауы Хантөрткүл, Түгіскен, Бас оймауыт жем бойына қарай лықсыды. Күн жалтыр, дүние кең, жайнап құлпырған көктемгі дала. Алда бұлар қыс бойы сағынған бала-шаға жақын жуық ел. Ырду-дыдулы ұлан қайыр жаз бар. Мінекей сол жазың да ортасы ауып барады. Қасқыр татқан 2 қойдың орнына Хансұлу өз жеке меншігінен 2 тоқты төлеп құтылды әйтеуір. Бірақ сол түнгі оқиға енесі екеуі отардан түгел айырылып қалып, жаңбыр астында шырылдап, пәруана боп жүгірген аласапыран түн. Сол түнді еске алудан жүрегі шайлығады, түсіне кіреді. Түсіне кірген сайын суық тері шығып, шошып оянады.